Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін дүниетану сабағы 1-ші сынып. Тақырыбы менің туған өлкем. Сіздермен бірге Абай атындағы ЖББ бастауыш сынып мұғалімі Мұхамедиярова Бақтыгүл Бейсекеевна. Сабағымыздың мақсаты туған өлкенің не екенін білеміз, өз мекен жайын, тұратын жерлеріңді сипаттауды үйренеді. Өз тұратын елді мекенін, басты көшесін, ғимараттарын, және көнекті жерлерін сипаттауды үйренеді. Енді сабағымызды бастамас бұрын, яғни ширату жаттығу арқылы ортаға шығып, шаттық шеңберін құрып, бірін-бірімізбен амандасып алайық. Оқушылар ортаға шығып, шаттық шеңберін құрамыз. Сәлем досым дегенде амандасасыңдар. Сен қалайсың дегенде иықтарыңды қағасыңдар. Қайда болдың дегенде құлақтарыңды тартасыңдар. Сен келдің бе дегенде қолдарыңды жаясыңдар. Мен сені сағындым дегенде қолдарыңды жүректеріңе қоясыңдар. Досым саған ризамын дегенде бірін-біріңді жақын тұрған құшақтайсыңдар. Жақсы балалар, ендіше жаңа сабаққа кіріспес бұрын өткенді пысықтап алайық. Өткенді пысықтау үшін мына сұрақтарға жауап берейік. 1-ші сұрақ: тұспағдарды кімдер және не үшін қолданады? Жақсы балалар, көкжиек тұстарын не үшін білу қажет? Дұрыс балалар. Көкжиекті қандай мамандар білу керек? Жақсы. Көкжиек тұстарын қалай анықтауға болады? Дұрыс балалар. Енді мына жердегі мақалдарға мән берейікші. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл дегенді қалай түсінесіңдер? Отансыз, яғни адам болмайды, ал бұлбұлсыз орман болмайды. Яғни отансыз адамның сәні болмайды. Немесе адамсыз отанның сәні болмайды. Ал орманы жоқ, сайрап тұрған бұлбұлы жоқ, орманның сәні болмайды. Солай емес пе балалар? Сонымен қалай ойлайсыңдар? Бүгін біз сабақта не туралы айтатын боламыз? Біз өмір сүріп жатқан ел қалай аталады? Иә, біз өмір сүріп жатқан ел Қазақстан деп аталады. Қазақстан Республикасы біздің үлкен отанымыз. Біз осында туып өсіп, өмір сүрудеміз. Біздің еліміз өте әсем және бай. Қазақстанның аумағы батысында Каспий теңізінен, шығыста Алтай тауларына дейін созылып жатыр. Жақсы балалар. Дұрыс айтасыңдар. Енді келесі мына картаға қарайықшы. Осы картадан балалар ірі қалаларды атап өтейік. Сендер өздерің қандай ірі қалаларды білесіңдер? Яғни, мына карта арқылы айтсақ, ірі қалаларға бізде Алматы, Ақтау, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Астана, Қарағанды, тағы да басқа көптеген ірі қалаларымыз бар екен. Бұл қалалар, балалар, несімен бай екен енді? Бұл қалаларда қандай өндіріс орындары бар? Бұл қалалардан қандай пайдалы қазбалар шығады екен? Осыларды білу үшін қазір сендермен бірге тауып көр ойынын ойнайық. Мына жердегі суреттерде не бейнеленген? Және олар
қай қалалармен байланысты? Мына жердегі суретте біріншісінде алма тұр, иә? Алма қалай ойлайсыңдар балалар? Алма қай жақта өседі? Көбінесе қай жақтан шығады? Ол үшін алманың үстіне басу арқылы біз алманың қай жақтан шығатынын білеміз. Яғни алма Алматыдан шығады екен. Ал көмір көбінесе қай жақта өндіріледі? Енші көмірдің үстін басайық. Көмір Қарағандыдан шығады екен. Ал енді мына ненің суреті балалар? Бұл бидайдың суреті. Бидайдың суретін үстін басып көрейікші. Көбінесе бидай қай жақтан шығып, қай жақта өседі екен? Көбінесе Петропавлда бидай көп өседі екен. Енді балалар, мына жерде мақтаның суреті. Мақта көбінесе қай жақта өседі екен? Шымкентте көп өседі екен. Өйткені Шымкент бізде ең ыстық қалаларға жатады. Мақта көбінесе ыстық жақта өседі. Күріш те көбінесе ыстық жақта өседі. Ол қай жақта өседі екен, кәні көрейік. Қызылордада өседі екен. Қызылорда бізде ыстық қалалардың біріне жатады. Ал енді ең соңғы біз жаңа мұнай дедік, иә? Балалар, бұл мұнай. Мұнайды жерді бұрғылау арқылы жердің астынан алады. Мұнайды қай жақта көбінесе өндіріледі екен? Кәні басып көрейік. Атыраудан шығады екен мұнай. Көрдіңдер ме балалар? Біздің Қазақстанымыз пайдалы қазбаларға, әртүрлі жемістерге, дәнді дақылдарға бай екен. Балалар, енді үлкен отаннан өзге адамның өзінің туған өлкесі болады. Туған жері, туған ауылы болады екен. Ал осы туған жерлерің, туған ауылдарың туралы не айтасыңдар? Кәні, кім өзінің туған жерінің, ауылының ғимараттары, әсем жерлері туралы әңгімелеп береді? Дұрыс балалар. Яғни біздің ауылдың да өзіміздің туған өлкеміздің әсем жерлері, ғимараттары, табиғаты барлығы бай екен бізге. Онда осы қазір бәріміз бірігіп бейнебаян көрейік. Біздің жұмыскер ауылы туралы бейнебаянды көрейік. Біздің ауылымыздың аты қалай аталушы еді? Жұмыскер. Со туралы бейнебаянды көрейік. Ал ендеше міне көрдіңдер ме балалар? Мынау біздің мешітіміз. Мынау біздің ауылымыз, яғни жоғарғы жақтан қарағандағы көрінісі. Қандай әдемі біздің ауылымыз. Міне мынау аялдама дейді. Мына дүкеніміз. Жолдарымыз қандай біздің әдемі. Түзу жолдарымыз бар екен. Мына жерде, яғни атақты осы ауылдан шыққан ағаларымыздың суреттері ілініп тұр. Саябақтың алдына іліп қойғанбыз. Мынау біздің саябағымыз. Саябақта әртүрлі ағаштар өседі екен. Көрдіңдер ме балалар мұны? Мынау біздің мектебіміз, өзіміз оқитын Абай атындағы мектебіміз. Мынау біздің мәдениет үйіміз. Мәдениет үйінде әртүрлі іс-шаралар болады. Мына жер балалардың ойын алаңы. Балалар
сабақтан кейінгі уақытта осы жерде уақыт өткізеді. Тамаша балалар, көрдіңдер ме? Көрдіңдер ғой, біздің ауылдың да әсем жерлері, көрнекті жерлері көп екен. Енді балалар, жұмыс дәптерімізді ашып, жұмыс дәптермен жұмыс жасайық. Жұмыс дәптермен жұмыс жасайық. Ол жерде, яғни не тұр? Сурет бар. Суретті бояу арқылы өзіміздің туған өлкемізді елестете отырып, тауымызды, жерімізді әдемі қылып бояймыз. Суретті аяқтай алмасақ, бұны үй жұмысы қылып үйге аламыз. Үй жұмысы қылып үйге аламыз. Ендеше балалар, кәне, осы бүгінгі сабақты сендерге ұнады ма? Сабақ бүгін сендерге ұнады ма? Ұнамады ма? Түсіндіңдер ме? Әлде түсінбеген жерлерің болды ма? Соны білу үшін бүгін сендермен осы ағашқа мына алмаларды ілу арқылы көрсетеміз. Яғни, жасыл алманы ілсек, барлығын түсіндім деген сөз. Сары алманы ілсеңдер, енді түсініп келемін деген. Ал қызыл алманы ілген кезде түсінбедім дегенді білдіреді. Сол арқылы мен сендердің бүгінгі сабақты түсінген, түсінбегендеріңді байқаймын. Кәне, әркім өзінің таңдаған түсін алып, осы талға орналастыру арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Бүгінгі сабақта не туралы айттық сонымен? Жақсы, сау болыңдар.